Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрбан байрамы тұрғанда бір-екі мәғлумат өйлеп өтіп кетейік, бармақтарда аңлатайық деген амақ. Біздің бұйыл яки 20 июльға тура келе бұл байрам күні. Темек біз қояш қалққандан хоң, бірей 40 минуттан хоң байрам намазын қылырға тейішбіз. Байрам намазын қылғандан хоң, хутбаны тамамлағандан хоң, біз сығабыды шул вақыттан алып құрбан сала башлайбыз. Құрбанға біз сала алабыз, харықты, ғайырды, дөйені, біздің яқта дөйелер yok енді, көбінсі харықты салалар. Bir кіші өзінен, hem өзінің ғайләхінен, hem өзінің қол астында болған балалардан, яки атай әсәхи әгерді олы яшта екен, hem оларды қара екен, бір ғайләнен бір харықты саларға тейіш, инкәмінде. Әгер де ғайыр саларға тілейдер екен, ғайырды бүлерге бұла 7 кеші арасында. Демек, етінен бір өліші бір ғайләге тип бағышлана. Ниеттер шулай, мен Аллах Тағала ризалығы үшін құрбан салырға ниетленім. Бисмиллахи Аллаху Акбар, әмді матур етіп малдың аяқтарын бәйлейбіз, оны қорқытмайбыз, тамағын салабыз. Оның екі тамыры кетілерге тейіш, башын бүтінлей қырқып алмайбыз, қай вақыт кешілер шулай етіп қорқыныз қылана, яки малды артық қорқытып салмайбыз. Хәмді Аллах Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айта: "Файда қаталтум", әгер де өлтірәгеді екен, малды оның ғияны алаға екен, фақсынул қатлы, өзіңіздің салуыңызды, ян алу процесін матурайтығыз, хәмді зарар келтірмәгіз малғаты. Бұл бірінші. Мал неді бұларға тейіш? Қай вақыт хорап қоялар? Әгерді құлағына инеу халанғанмы, номері тұра, биркаға тұра, бұл харыққа зарар келтірмей хаулығына. Әгерді ол сатан екен, хуқыр екен, яки недедер бір ағзаға жоқ екен, темек бұл мал тұра келмей. Ең кәмінде малдың яшы, харықтың яшы, ол ең кәмінде 6-7 ай бұларға теп есеплейдер. Әмі көңіл тыныс болған үшін бір яшілік харық ең яқшы ғайынды. Ол зор болырға тейіш, камил, әмді керігенсі ябық, яки үлі барған ғана мал болырға тейішті бұл, қардаштар. Әм біз бұны салабыз, әм өстен бір өлішін, ең кәмінде өстен бір өлішін мұқтаждарға бөлерге тейіш біз, мескендерге, яки көп балалы ғайлілерге, Чөнки олардың ниндидер бір ихтияжы бар екен итте. Өстен бір өлешін туғандарға, яқын күршілерге тарата алабыз, һәм өстен бір өлешін үдебезге алып қала алабыз. Әм кем теле икән барыһын бар харыктылы мухтажларга бүләк итәргә, таратырга, һез уны башкара алаһыгыз. Әмма шул ук осракта аңлатып үтәм. Ошу 4 көн өсендә байрам 4 көн өсендә бер кем дә урада тотырга тиеш түгел. Быел байрам көндәре, был ит байрамы, был көндәрдә Корбанлык иттеринен матур итеп өстәл әзерләп, якындар менән байрам итер кирәк. Һәм дә тагыла нимә әйтеп әйтер инем. Искәртеп үтәм, Аллаһ Тәгаләгә ният якынаю, нияте менән кылабыз. Ошол Гыйдул Адха көндәрендәге корбан, ул айрым корбан, кемдер нәзир корбан итеп калган икән, уны икенче көндәрдә салагыз яки бул көндәрдә салгагыз да, ул ханаласак нәзир корбаны булып. Кемдер алдан вагада иткән икән, ниндидер эш өчен корбан салырга, ул икенче шул эшенә тәгаенләнгән. Яки кемдер акыйка корбаны, бала туган корбанын сала икән, бул ике корбан бер-бер һәм кушылмай. Бул корбан байрамы корбаны ул айрым әйбер, акыйка корбаны, нәзир корбаны ул икенче төрле корбандардың рәтенә керә. Һәм дә корбанды салмайынса аксылата таратырга ярамай. Һәм дә иң төп момент, әгәр дә кешенең корбан салы ул сөннәт, ул фарыз гамәл түгел. Оны мотлак эшләргә кемнең мөмкинчелеге килеп сыкма, уны үлеп булһалак, канын түгеп булһалак башкара торган әйбер түгел, кардәшләр, кемнең мөмкинчелеге юк икән, ул киренсә үзе бул итте ала мохтаж кебек. Кемнең мөмкинчелеге бар икән, тимәк үзенең фатир мәсьәләһе, ашау, эсеү мәсьәләһе, балаларына кием мәсьәләһе хәл итергән икән, аксаһы мөмкинчелеге бар икән корбан салырга, тимәк ул корбан салырга тиеш. Бул бик бөек гамәлләрдән бере. Һәм дә кардәшләр, Гарафа көне хакында, Гарафа көндәрендә әйдәгез дугалар кылайык, чөнки бу көндәр
Был көндәрдә Аллаһы Тәгалә иң күп күләмдә кыямәткә юлланган кешеләрне ярлыкап, уларны җәннәткә керетәсәк дигән. Бұл көндәрдә Аллаһы Тәгалә кешеләрне нык күп итеп ярлыкай, гөнаһтарын үя һәм дә дугаларын кабул итә. Әйдәгез, без үзебез өчен, үзебезнең халкыбыз, милләтебез, дәүләтебез өчен дугалар кылайык. Төрле янгындар, төрле бөҗәктәр, төрле авырулар безне урап үтһен һәм безнең милләтебез үсешен, терелһен һәм дә өскә үрләп китһен иншалла. Барыгызны ла курбандарыгыз менән, байрамдарыгыз менән, кардәшләрем, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтендә булайык. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.